Ал енді ең қызық жері бұл жұмыстың еңбек ақысы. Bir ay жолға шықтым, 30 мың доллар тұрды, гроз. Ford 350 F. Енді бір минустарын да айтып берейін бұл жұмыс. Машина болса, егер жүрмейтін машина болса, өздері трактормен келіп, форклифтпен тиеп береді. Таянылмайды, күтіп қалған моменттерің өте көп болады. Мынау Сол бір 100 доллардың төңірегінде чаевой берді. ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Жалпы Америка туралы айта бастаған кезде көбінесе адамдар тракистерді сұрай бастайды. Ой, тракистердің табысы көп екен ғой, олар қанша табады? Қазір кризис кезінде тракистердің табысы төмендеп кеткен рас па деген сияқты жүздеген сұрақтар қойылады. Сол сұрақтардың жауабын іздеп бүгін Дархан деген жігітпен кездесуге бармақпын. Жалпы Дархан бұрын жүргізуші болып мынандай үлкен тракта жұмыс істеген, кейінірек өзі мынандай кішірек пикап трак сатып алып, қазір былайша айтқанда өзінің бизнесі бар жігіт. Енді қазір Дархан бізбен осы пикап трак айдайтындардың табыстары, қиыншылықтары, қысқасы қызығы мен шыжығы толы осы бизнес туралы біраз ашық әңгіме айтып бермек. Егер осы сияқты контент ұнаған болса, жалпы қазақ тіліндегі, ана тіліміздегі контентті қолдау мақсатында бас бармақты басып жіберсеңіздер және каналға жазылсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Ол YouTube алгоритмінің менің видеоларымды жоғары қарай көтеруіне әсер етеді. Жалпы менің каналымда туристік визаға қалай тапсыруға болады, әртүрлі жұмыстардың айлықтары, Америкаға қалай келуге болады, грин картаға қалай толтыруға болады, жалпы жұмысшылардың айлықтары қандай, әртүрлі завод істейтіндер қанша табады деген сияқты 20-дан астам видео бар. Оның барлығы менің каналымда. Сұрардан бұрын мүмкіндік болса, сол каналды ашып, видеоларды бір қарап шығыңыздар. Егер ол видеоларда жауабы болмаса, комментарияға жазып кетіңіздер, мен сол туралы видео түсіруге тырысамын. Ал егер дайын болсаңыздар, онда кеттік. Дарханға барайық. Дарханмен кездесеміз деген жерге келіп тұрмын. Ол міне мына арт жақтағы көлік қоятын тұрақ. Ал ағайын, міне автотұраққа да келдік. Кәне Дархан бауырымыз міне жанымызда. Ассалаумағалейкум. Міне бізбен бүгін енді мынандай интервьюге келіскеніңе рахмет. Уақытыңды бөліп. Біраз кездесе алмадық, бір 2-3 ай. Екеуміз көп уақыт болды. Әні түсіреміз, мін түсіреміз. Дарханды мен ұстай алмай жүргеніме бір 2-3 айдан асып болды. Бұл жігіттердің уақыттары көп тие бермейді. Жаңа жылда кездесуде бір ұстадым, бірақ ол кезде тағы да сенің өзіміздің мүмкіндігіміз болмады ғой енді. Той тойлап жүргеннен кейін түсіре алмадық. Дархан, енді жолда халыққа сен туралы айтып келдім қысқаша. Бірақ енді өз аузыңнан естісің. Қай жердің қазағысың, қайдан келдің? Менің атым Дархан. 2019 жылы Алматыдан келгем осы Америкаға. Чикагода да тұрып көрдік бала шағамызбен, одан кейін Калифорнияда, Сан-Диегода да тұрып көрдік. Одан кейін осы Шарлотт, Северный Каролинаға келіп, осы жақта 2,5 жылдай тұрып жатырмыз. Керемет. Енді бәріне қызығы, енді Америкада қазақтар не істейді, немен айналысады дейді ғой. Өзің қазір немен айналысасың? Мен осы пикап тракпен айналысам. Бірақ пикап трагым бар. Оған дейін мен реферде жұмыс істедім. Amazon дейді. Драйвен. Сол трейлерда жұмыс істеп көрдім. Одан кейін өзім негізі осыдан бастағам. CDL-ым жоқ кезде. Кейін CDL алып, сол жұмыстарды істеп, енді осыған оралдым. Дарханның көлігімен танысайық. Аты қандай бұны? Пикап трак дейді, е? Пикап трак дейді. Пикап трак. Қай жылғы бұл? 23 жылғы. Өзің сөзіңде айтып қалдың ғой енді. Мен CDL-ды жүрдім да, пикап тракқа ауыстым дедің. CDL деген не ол? CDL дегеніміз ол Commercial Driver License. Ол арнайы мына жүк көліктеріне арналған. Оны сен арнайы мектепке барып оқисың, ақшасын төлейсің, тест тапсырасың толықтай, сені DMV-ге апарып, кәдімгідей құжаттарын тапсырып, бекітесің, оқыдым дегендей. Ол лицензия ғой, былайынша айтқанда, коммерческий. Именно осы жұмысқа 3 машина тасуға CDL обязательно керек. Қазір көп жерде wait stationдар, полиция мына 3 машиналарды қыспақтап жатыр. Сол үшін мен сыртына жазып қойдым, мен CDL драйвермін деп. Өйткені ұстап алады, ол CDL керегі ол 26 000 паундтан асқан жүк көліктеріне. Ал 3 машина тиесең, міндетті түрде ол асып кетеді. Енді 3 седан тиеп алмасаң,
Енді ол қарап отырмайсың ғой жұмыс барысында ол седан бе екен, седан емес пе екен, берген машинені сен тез тиеп алуың керек те апарып тастауың керек. Сен неге пикап тракқа ауыстың? CDL бар болса, неге сен CDL-мен жүрмедің? Сол басты себебі ол компаниянікі ғой, көрдің ба? Үлкен машина. Мынау сенің өзіңнің Мынау машинаң. менің жеке меншік машинам. Сен жеке кәсіпкерсің былайша Жеке, айтқанда. иә. Басты себебін жаңағы айтып кетейін, ол менің просто өзімнің осы жазда алайын деп едім, менің кредитный историям мынандай үлкен трак алуға әлі скорың жетпейді деді. Сол үшін енді үлкен трак ала алмасам да, қазірше осы кішкентай пикаппен жұмыс істей тұрайын. Кейін скорым өсіп жатса, үлкен трак алуға болады. Сен заказды қайдан аласың? Яғни тапсырысты. Мен өзім жүргізушімін, өзім пикап трагым. Заказды алу үшін біз жалпы пикап трактар белгілі бір компанияға бекітілесің. Соларға Келісімдерің бар. Иә, келісім шартпен кәдімгі сол компанияға жұмыс істейсің. Ол компанияның өзінің полный бухгалтерлері болады, диспетчерлері болады, бастықтары болады. Солар мына брокерлардан груз алады. Америка жалпы грузоперевозка бәрі связаны. Мысалға сен бір штаттан бір штатқа келгенде, мысалға сен басқа қалада тұрсың. Сенің қай жерде тұрған локацияңды бәрін диспетчер білу керек. Сол жердегі брокерлермен хабарласып, груздың, машиненің ақшасын келісіп, кәдімгідей договор жасап болғаннан кейін маған беріледі заказ ретінде. Сөйтіп мен барамда ол автосалон, дилер, аукциондардан машинелерді алып кете берем. Ол кейде жүріп тұрған машина болады, жаңа машина болады, кейде қозғалмайтын, оталмайтын, болмаса аварийный ұрылған машина болады. Егер құпия болмаса, олармен келісімдерің қандай? Сонда ол компания пайызын алып отыра ма, жоқ әлде саған айлық төлей ма? Гростан 10 мен 14% аралығында алынады любой компания. Гросс деген жалпы сол жаңағы заказдың істелген жұмыстың еңбек ақысы. Бір апталық деп есептесең болады. Сол белгілі бір-ақ жұмыстікі десең де болады. 10-14%-ын төлейсің, қалған шығынның бәрі өзіңде. Иә. Яғни мына трактың ақшасы, дизельдің ақшасы бәрі. Страховка, енді тағы қандай расходтар бар сол. Дизель, страховка, сосын платный жол. Машина сынса, әрине өзің төлейсің. Полный ремонт бәрін өзіңде. Тракты алдың ғой енді. Мысалы, қаншаға сатып алдың? Мына көлік енді 23-ші жыл дейсің, су жаңа. $80,000. Тек басы $80,000. Иә, жай ғана көлік. Ал енді трейлер қанша тұрады? Олар арзан. Мына трейлерді мен $5,000-ға сатып алдым. Бұл өте ескі трейлер, 10 жыл болған, енді түрінен де көрініп тұр ғой. Соны жөндеп, светтердің, тормоздарын реттеп, алып шықтым, істеп тұр, жүріп тұр. Тамаша. Енді көп адамдардың енді сұрайтындары, әрине, бұл тракистер деген миллионер, тракистер деген ақшаны қырып жатыр дейді ғой енді. Сол қаншалықты рас екенін енді өзіңнен сұрайық. Сен енді жүргізуші емес, өзің істеп жүрген жеке кәсіпкерсің. Сен сияқты кәсіпкерлер жобамен қанша ақша табады? Бұның жауабы милясы $2. Мысалға, әр жүргізуші аптасына 3,000-4,000 миль жүре алады. 3,000-4,000 мильді $2. Иә, $2 көбейтсең, сонда ол $6,000-8,000 аралығы гросс. Аптасына? Иә. Көп ақша ғой. Иә, оның бір 30% расход болады, солярка, платный жол, андай-мындай, сонымен бір $7,000 гросс жасасаң, $2,500 расход болады, $4,500 өзіңе қалады. Аптасына? Иә. Аптасына 4,000, 4,500. Мен 4,500 тағы жартысын алып тастайын. 4,000 қалса, егер бір ай толық жұмыс істесең, онда $15-16,000 ма сонда? Ішіп жеуің бар, оны есептеген жоқсың ғой енді. Жобамен сондай ақша шығады. Бірақ енді әркімнің өзінің жеке басының кредиті бар, үйінің арендасы бар, анау-мынаумен сол ақша расход болып кете береді. Иә, оны түсінемін, Америкада өмір қымбат қой. Бірақ жалпы кіріс жөнінен бұндай трак өзіне алған адамдар ерінбей жұмыс істесе, айына бір $10,000 кіргізе алатын болып тұр ғой, иә? $10-12,000. 10-12, иә. Одан артық жұмыс істей алмайсың, өйткені логбук бар. Логбук деген не ол? Логбук деген жүргізушінің жұмыс уақыты ғой. Әр күніне ол 10-14 сағат жұмыс уақыты беріледі. Соның күніне 11 сағат драйвинг, қалған 3 сағаты ол заправка, загрузка, тағы басқа бір нелерге, бос уақытың.
Аха, логбук. Иә, одан Бұны кейін асыруға болмайды, иә? болмайды. Негізі мынау жай ғана планшет емес, бұл машинеге қосылған, ар жағында несі бар кәдімгі, Bluetoothпен қосылған ғой, машиненің моторына. Бұл полиция ұстап алса, тексерсе, бұл кәдімгідей бәрін жазып отырады. Қай уақытта водитель ұйықтады, қай уақытта жүрді, қанша шақырым жүрді, бәрін жазады. Бұның болу себебі жүргізушінің демалуы ғой, иә? Соны реттеу ғой енді. Жол қауіпсіздік. Көп адамдардың енді тағы да бір сұрағы болады. Ол тракты мысалы кредит қалу. Әрине $80,000 наличкаға барып, яғни қолма-қол тракты сатып алатын адам кемде кем, иә? Мысалы өзіңнің жағдайында қалай алдың тракты? Мен ешкім сенбейді, $2,000 беріп, даун пеймент. Мәссаған. Бардым да, кәдімгідей Ford дилерда тұр екен осының екеуі. Қайсын таңда ала бер, біз сенің кредит скорың жақсы екен деп бере салдық. Көрдің ба? Даун пеймент деген первоначальный взнос біздіңше енді. Иә, көрдің ба, маған ана үлкен тракқа бере алмады. Үлкен тракқа өйткені сенің кредит скорың аздау жетпейді деді. Енді Америкада сенің қанша ақшаң бар болған маңызды емес, сенің кім екенің маңызды ғой. Көрдің ба? Сенің полностью кім екеніңді тексереді. Қай жерде қандай нарушениең бар, кредитный история, бәрі осы біздің сошиалымызға жазылып отыр ғой. $2,000 алдын ала бердің, көлікті алып кетіп жұмыс істеп жүрсің. Қазір айына қанша төлейсің? $1,660. Көрерменді жаңағындай табыспен $1,660 деген түк емес деп ойлаймын. Аптасына 6,000-8,000 груш жасаған бизнес үшін ол тіпті білінбейді. Мысалы, тағы да бір сұрақ болады, енді ол бұның сақтандыруы қанша болады? Мысалы, осындай үлкен 80 мың тұратын көліктің жеке сақтандыруы, яғни өзіңнің сақтандыруың. Жарты жыл $800. Жарты жыл $800. Түк емес. Әрине, бұл жұмыста Америкада кең таралған дүние, ол типс деген бар ғой енді. Бізде енді орыстар енді чаевые дейді. Сондай дүниені алып жатасың ба? Жалпы адамдар бере ма? Кейде береді. Қазіргі, білмеймін, 22 жылдан кейін маркет өзгерді ма, бір кризис басталғаннан кейін қазір чаевой, андай-мындай деген азайып кетті. Азайып кетті, иә. Бірақ жалпы өзіңнің тәжірибеңде алған ең үлкен чаевой қанша болды? $100 шығар. Жалпы тәжірибеңде. Өйткені маған бір машинені заказ берді, оны тезірек әкеп тасташы, демалыс, мысалға, демалыс күні сен жүргенің үшін мен саған чаевой беремін дейді, жарайды. Сол бір $100 төңірегінде чаевой берді, абылай бір машинада. $20, $30 әркім шамасы жеткенше чаевой береді. Тағы да енді айланып кеп мен табыс туралы сұрай беретін болдым. Себебі көрермендерге де енді қызығы табыс қой енді тракистердің. Сенің енді осы тракты алғалы бері өзіңмен ең көп пайда тапқан айыңды айта аласың ба? Осы жаңа жылдан бері мен бір ай жолға шықтым, $30,000 таптым. Гросс. Мәссаған. Бір айда? Бір айда, иә. Енді бірақ мен тоқтамай жұмыс істедім. Иә, бір ай 30,000 гросс. Енді одан... Үйге келмей. Иә, бір ай тоқтамай. Суббота, воскресенье демалыс алдым. 30,000 грош жасадың. Енді одан 20%, 25 алып тастаймыз ба шығынға? Мен сен таза пайдаңды есептегім келіп тұр. Конечно. 25. Сонда 22,5 мың. Енді тағы 2,5 мың тамаққа шығарып тастайын, енді сен тамақ іште 2,5 мыңға бір ай енді рестораннан ішсең де ішпейсің ғой ондай. Сонда 20 мың таза пайда қалды ғой, иә? Үйге мен сол 3 ақпаннан бері демалып жатырмын. Ертең жұмысқа шығамын, дүйсенбі. Ертең жұмысқа қайта әйтеуір сені ұстап алдық. Бүгін реті келіп. Енді бір минустарын да айтып берейін бұл жұмыстың. Әрине. Плюсмен бірге минусы жүреді ғой. Конечно, әрине. Бір ай бойы семьяңды, бала-шағаңды көрмейсің, ешкіммен сөйлеспейсің. Той томалақтан кейде қалып қаласың. Одан кейін ең басты бір несі, минусы, кейде груздар болмаса, бір күн, 2 күн сен осы машиненің ішінде далада жүресің. Көрдің ба? Груз деген ол постоянно болмайды, күтіп қалған моменттерің өте көп болады. Осы айда мен көп ақша жасаған себебім, бір бағым жанып, груздың артынан груз келе берді. Тоқтамады. Тоқтамады, иә. Кейде болады бір 2 күн, 3 күн далада кәдімгідей отырасың груз. Қайтадан нете салайықшы, жаңағы сұрақты қайттан қойшы, мен дұрыс түсінбедім. Ол сен кесіп аласың ғой сосын. Айтып қалдың ғой енді, жаңағы компанияның жүргізушісі болғанда деп, Амазонда істедім деп. Сен ол кезде жүргізуші болып, жаңағында үлкен трак айдадың. Қазір мынау кіші пикап сенің өзіңдікі. Екеуінің табысында қаншалықты айырмашылық бар?
және екеуінің жаңағы плюсы мен минусы қандай? Енді үлкен трактың іші үлкен болады, оның бөлек спальный болады, 2 адамға арналған, іші кең, холодильник кәдімгідей бір бөлмелі пәтерге ұқсайды. Енді мынау кішкентай, бұл Комфортно. временный жұмыс. Табыс жөнінен қалай? Табыс жөнінде қазіргі заманда $2 бәрі бірдей жүріп жатыр. Бірақ сен компанияға Үлкен істегеннен трак. кейін табысың азаяды ғой енді, өйткені сен жүргізушісің, иә? Компанияға істесең әрине азайды. Мына жақта сен өзің би, өзің қожа. Иә, ең бастысы маған үйге келген уақытымды ешкім бөлмесе, сол важно да. Өйткені компанияның водителі болсаң, олар саған міндетті түрде звондайды алдын ала. Сен неше күн демаласың, қашан шығасың, неге ұзақ болып кетті демалысың деп мазалай береді. Оларға көлік жүру керек, яғни жүріп тұру керек. Шекер арқылы басқалай кесек қолымызда жұмыс істеуге рұқсат қағазы болмаса, біз осындай пикап трак жүргізе аламыз ба деген, осы пикап тракқа отыра ала ма? Мен білем, өйткені үлкен CDL тракқа арнайы куәлік керек, оны істей алмайды, оған жұмыс рұқсаты керек. Ал мынаны жай менікі сияқты жүргізуші куәлігімен жүргізуге болатын болса, айдаса бола ма осыны? Мүмкіндік бар ма сондай? Жоқ, оны заң жүзінде болмайды. Міндетті түрде work authorization бар болу керек. Өйткені сен мына Американың ішінде жүрген, сен штаттан штатқа кіргенде міндетті түрде wait station тұрады. Өлшейді. Ол жерде полиция тұрады. Қазір дамыған заман, камера көп, көреді олар. Міндетті түрде олар тоқтатады, тексереді. Бұл сен жеңіл машинамен кетіп баратқан жоқсың, сен жүк тасып баратсың. Коммерциялық мақсатта. Мүмкін сен ол может ұрлап алған машина ма, угонда тұрған машина ма, олар білмейді ғой. Соны тексеріс барысында сен work authorization жоқ екені белгілі болса, міндетті түрде соттайды, міндетті түрде штраф салады, егер керек деп атса, даже депортацияға жібере салады. Work authorization деп жатқаны жұмыс істеуге рұқсат қағазы. Рұқсат, иә. Мен өзімде күттім ғой. Алмағанша 8 ай қарапайым DoorDash, доставка еды, сондай жұмыстарда істеп жүрдім. Енді оның да рұқсаты жоқ, бірақ ол хотя бы үйдің қасында оны тексеріп атқан жоқ. Сонымен бұл жерден түйетін ой, ағайын, яғни шекарамен жүгіріп келе салып, пикап айдап кетем деп, немесе кеттім деп жүрген, ютубта, тиктокта адамдардың қарасы көп қой, енді сондай жарнама жасап жүрген. Ол Дарханның айтуы бойынша, жалпы заң бойынша, ол дұрыс емес, және өзіңізге де қауіпті болуы мүмкін екен. Бұл Америка біздікіндей аға көке деп жұмысқа алып келіп кете бермейді. Енді басында өзімде сол нелерді енді мойындамай, былай істеуге болады ғой деп неткем, қазір заңды көргеннен кейін енді заңға өте қатты бағынатын болдым. Қысқасы, мойын сұнып, дұрыс американдық болып жатсың ғой енді. Иә. Басында бәрімізде менталитет болды ғой, қазақтың менталитеті. Ой, өтіп кетеміз, жүріп кетеміз деген. Ондай болмайды екен бұл жақта. Әркім өзінің жеке басына жауап береді. Өйткені енді штрафтары өте үлкен де бұның. Бұл жерде тағы да бір дүние, штраф деген нәрсе төлесең құтылатын дүние емес. Мысалы, келіп жоғары жылдамдықпен жаңағындай түссең, ол ақша төлегеннен бөлек, ол сіздің тарихыңызда қалып қалады. Оның қалып қалғаны келесі айда сіздің сақтандыруыңыз өсіп кетеді, иә? Сақтандыруыңыз, мысалы, айтқандай 6 айға $800 төлесе, егер жылдамдықпен түскен болса, келесі жолы 1200 болуы мүмкін, немесе 1500 болуы мүмкін. Өйткені страховый компания оны көреді, айтады, мынандай қатты жүретін адам, машинаны соғу риски көп, бұндай адамға біз рейтімізді көтерейік деп көтеріп жібереді. Сондықтан Америкада кез келген ереже бұзушылық заң, ол бір-бірімен байланысты, оның артындағы последствия дейді ғой, оның арты біріне бірі сізге қалтаңызға келіп соға береді. Сондықтан американдықтардың ереже бұзбайтыны содан. Дархан, енді бүгін мынандай уақытыңды бөліп, халыққа осы трак бизнес туралы, пикап туралы айтуға келіскеніңе рахмет. Енді Америкаға келгісі келіп отырған жастар көп қой, көп өзіміздің қазақтың қаракөз жігіттері мен қыздары жазады. Соларға не айтасың? Ең бастысы, тіл үйреніп келіңдер. В первую очередь, енді ағылшынсыз ешқайда бара алмайсың, элементарный документ алайын десең де. Сол тіл мәселесі, енді екінші, алдын ала ойланып келіңдер. Не істейміз барып? Бір мақсатпен келу керек қой, өйткені қаншама адамдар келеді, бүкіл ақшасынан айырылады, бұл жақта квартира қымбат, анау қымбат, сонымен настроениелері түсіп,
Мгм. жолумуз болмады деп кайтадан бастары салбырап кайтат. Америка құрсын Сондай деп. болмау үшін, сондай болмау үшін алдын ала ойланып келіңдер. Мен не істеймін, қандай жұмыс жасаймын деп. Мен мысалы өзім келерде осы сферада жұмыс істеймін деп ойланып келгенмін. Қазақ еліне не айтасың? Сәлемің бар ма айтатын? Ағайынға, ауылдағы. Сәлем, бүкіл Алматыға, Қазақстанға, барша мені танитындарға сәлем. Өжетке деп қойсаңшы. Жоқ, біздікі Қарасу. Қарасуға дейсің ба? Қарасуға. Қарасудың жігіттері сәлем десейші. Бәрі таниды мені, конечно. Келіп жатқан адамдар көп. Енді бастысы келем дегендер қорықпаңдар. Келіңдер. Бұл жақта да өмір бар, бұл жақта да қазақтар көп. Енді ең бастысы жұмыстарыңды ойлап келіңдер. Не істеймін деген. Саған енді мынау кәсібіңде табыс тілейміз. Рахмет. Осындай қазақтың жігіттерінің жүре бермей, өздері көлік алып, өздерінің бизнесқа кіруі әрине өте қуантады. Себебі біздің қазақтар қазақ жалқау деген сөзді естісем, менің қаным басыма шапшиды. Өйткені қазақ еш уақытта жалқау болмаған. Қазақ нағыз еңбекқор халық. Оның үлгісі міне мына Дархан бауырымыз көріп отырсыздар. Америкаға келді. Енді мен өзім көргем, 10 жыл, 15 жыл жүрген жігіттер мұнда әлі сол Uber айдап, немесе басқасын істеп, өздері әйтеуір тамақтарын тоқтағанға риза болып жүр. Ал енді міне Дархан сияқты жігіттер келіп, бүгін міне бір трагын алды, ертең аз уақыттан кейін екіншісін, үшіншісін алады да. Ертең міндетті түрде, өйткені сен сияқты ішінде жаңағы стержень дейді ғой, мынандай ішінде жаңағы мотивация сорып тұрған жігіттер, олар міндетті түрде ондай дүниені жасайды. Өйткені бір трак алған адамға екіншісін алған оңай. Одан өткен сен жүріп өткен жолың ертең ол арқылы қазақтың жігіттеріне жұмыс береді, және арттан келе жатқан осындағы жігіттерге олар қолдау болады. Қысқасы менің айтпақ болғаным, осы сияқты жігіттер көбейе берсін, және Дарханның ісіне үлкен табыс тілейміз. Енді тағы бір интервьюді, бір 5 трагым, 6 трагым бар, компания мынандай деп отырған кезде жазайық, Алла бұйырса. Сол күнге жетейік. Жетейік, және соны саған тілейміз. Және мына көлігің бұзылмасын, үлкен жолда жүрсің, қашанда табысты бол, жолың ақ болсын. Рахмет саған. Амин. Бүгін енді міне Дарханмен кездесуіміз өте әдемі өтті. Дарханға осы бөлген уақыт үшін көп алғысымызды білдіреміз. Егер осы видеоға қатысты сұрақтарыңыз болса, Дарханға деген сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Олардың барлығына жауап беруге тырысамыз. Сонымен бірге, ана тіліміздегі контентті қолдау мақсатында YouTube алгоритмі оны жоғары алып кету үшін сіздерден көмек керек. Ол бас бармақты басу және каналға жазылу. Қай жерде жүрсек те қазақша сөйлеп, қазақ екенімізді мақтан тұтайық ағайын. Аман есен, сау болыңыздар. Келесі видеода жүздескенше.